Сәлем, құрметті достар. Сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен неологизмдер туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліңіз, бағалаңыз. Менен келген әр видеоны бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Неологизмдер дегеніміз не? Неологизмдер дегеніміз ғылым мен техниканың дамуы нәтижесінде тілімізге ене бастаған жаңа сөздер. Мысалы, делдал, зейнетақы, ұшақ, саябақ деген сөздер. Неологизмдер мынадай жолдармен жасалады. Бірінші жасалу жолы бұрыннан бар сөздерге жұрнақтар жалғану арқылы. Мысалы, оқулық, өміршең, балмұздақ деген сөздер жатады. Екінші, жалпы есімдерге айналдыру арқылы. Мысалы, метеореншілер, зубровшылар деген сөздер жатады. Үшінші жасалу жолы бірігу арқылы. Мысалы, ұлт аралық, 7 жылдық, келіссөз деген сөздер. Төртінші жасалу жолы сөз тіркестерінен жасалады. Агротехникалық шаралар, жергілікті тыңайтқыштар деген сөздерді жатқызамыз. Неологизмдер екі топқа бөлінеді: лексикалық және семантикалық. Лексикалық жасалу жолы жаңа сөздің шығу нәтижесінде пайда болған сөздер. Мысалы, космос, аялдама, теледидар, делдал деген сөздер. Екінші, семантикалық жасалу жолы сөзбе-сөз аудару нәтижесінде пайда болған сөздер. Мысалы, жүйе, система, келіссөз, договор, шөгінді, осадки. Сіздермен болған Әсем Нұр. Каналыма тіркеліңіз, бағалаңыз.